Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермен, эфирде спортсмен хабар және оның жүргізушісімен Алданазар Нағмет. Бүгінгі шығарылымымызда футбол спортын арнамақпыз. Футбол аты әлемге әйгілі болған командалық спорт түрі. Мұнда негізгі мақсат қарсылас команданың қақпасына қолдан басқа аяқпен, баспен немесе өзге де дене мүшелерімен неғұрлым көп гол соғу қажет. Футбол ойынында әрбір командада 11 ойыншыдан болады. Оның біреуі қақпашы. Өз алаңында қақпашыдан басқа ешкім допты қолмен ұстауына болмайды. Одан бөлек қорғаушы, жартылай қорғаушы және шабуылдаушы болып бөлінеді. Енді бұл спорт түрі туралы бізге толыққанды түсіндіріп беретін Қайсар футбол орталығының жаттықтырушысы Фазылбек Бекпановтан сұрап білетін боламыз. Ассалаумағалейкум. Енді біздің сұхбатымыздың алғашқы сауалы болсын. Бұл спорт түрінің біздің елде, жалпы Қазақстанда, біздің шаһарымызда қашаннан бастап бастау алған? Біздің Қызылорда қаламызға келетін болсақ, Қызылорда қаламызда 1968 жылдан бастап тарихы бар. Команда құрылған. Ол волна командасының бірінші тренері Петр Боголюбов дейтін кісі болған. Ал енді бұл спорт түріне қазіргі таңда нендей жағдай жасалған? Біздің спорт басқармасынан қандай қолдаулар көрсетіліп жатыр? Бұл спорт түріне облыс басшыларынан көзқарастары жақсы. Бізге әрдайым көмектесіп тұрады. Инвентар жағынан, формалар жағынан, сосын жарыстарға шығып тұруға бізге көмектесіп тұрады. Яғни қаржылай жағынан да, барлық құрал саймандар жағынан да спорт басқармасының қолдауы ерекше дейсіз ғой? Иә. Түсінікті. Енді бұл спорт түріне қызыққан жастарды, жалпы келушілерді неше жастан бастап қабылдайсыздар бұл спорт түріне? Бұл спорт түріне біз 5-7 жас арасында қабылдаймыз. Ең алғашқы шақтар 5-6 жастан басталады. Ал енді сол келген қызығушылық танытып үйренем деуші жас спортшыларымыздың ең бірінші несіне мән бересіздер? Бойында қандай қабілеттер болу керек? Бірінші біз допты қалай алып жүруіне, допты пас беруіне, өзінің баланың ынтасына қараймыз. Бала өзі көрінеді, доп қалай алып жүреді. Біз соған мән береміз. Енді үлкен футболымыздан бөлек, сіз жаттықтырып жатқан жас спортшыларымыздың қазіргі күні қандай жетістіктері бар, қандай жарыстарға қатысып жүр? Үлкен футболдан бөлек біздің кішкентай балаларымыздың жетістіктері бұл осы біздің облысымыздың жеңімпаздары. Бұл жастағы балдар. Сосын да біздің қаламызда Әуесқой лигасындағы жүлделі орындардан көрініп жүрген балдар. Қазіргі күні бұл қай жылғы спортшылар? 2011 жылғы балдар. 2011 жылғы жасөспірімдерге жатады ғой. Иә. Енді бұл спорт түрін толыққанды қанша уақытта үйреніп шығуға болады негізі? Негізі бұл спорт түрін өзімнің ойымша 19 жасқа, 18-19 жасқа дейін бала дайын болу керек. 19 жастан қарай үлкен командарда, Қайсарымызда ойнау керек. Сондай командаларда ойнау керек. Қазіргі біздің осы жас бүлдіршіндеріміз ертең болашақта Қайсар футбол құрамасында ойнайды ғой? Әрине. Әрине. Бұл үздіктерді қалай анықтайсыздар? Жаңағыдай төменде айтып өткендей, қараймыз баланың допты қалай алып жүруіне, ойын үлгісіне. Ол бала өзі көрінеді өзі. Жәйменде пасқа үйретеміз. Пастан кейін командалық ойынға үйретеміз. Сөйт баланы өсіреміз.
Бұл спорт түрі енді командалық спорт түрі екені мәлім. Бұл футбол ойыны басқа командалық спорт түрлерінен несімен ерекше? Бұл спортты несімен ерекше? Бұл спорт түрін еңбектеген баладан еңкейген қатқа дейін жақсы көреді. Сосын бұл спорт түрін басқа витпен айналысатын балалар да бұл спорт түрімен айналысады. Бұл спорт түрі әлемдегі номер вид спорты. Жалпы кең қолданыстағы спорт түрі дейсіз ғой. Иә. Қай спорт түрімен айналыспасын, бұл футболды, яғни ойнайды, өзара жаттығады дейсіз ғой футбол. Әрине. Түсінікті. Енді осы спорт түрінің жалпы шартының ережесін түсіндіре өтірсіз ба? Айта өткендей 11 ойыншыдан тұрады. 11 ойыншыдан тұрады. Бұның судьясы болады, төрешілері болады, 3 төреші болады. Поляда біреу, екі жағындай. Сосын бұл спорт түрінде офсайд дейтін болады. Заменасы болады бұл спорт түрінде өзінде. Неше заменаға дейін болады? Алмастыру ғой, ойын алмастырушылар. Мен өзім возрастымда балдарда заменасы шектеусіз. Мен ауыстырып ойната беремін. Үлкен балдарда уже оларда 5 заменға дейін болады. Бұл спорт түрінде 2 таймдан тұрады, 45 минуттан. Сосын сары қағаз, қызыл қағаз дейтін болады. Бұл енді ойын ережесін бұзған жағдайда ғой. Бұзған жағдайда, да. Сары қағаз меніңше ескерту ғой, ескерту. Бірінші негізінде ауызша ескертеді. Ауызша бір-екі ауызша ескертеді. Ауызшаға түсінбесе сары қағаз көрсетеді. Одан кейін ары қарай уже қызыл қағаз беріп. Қызыл қағаз ойыннан шығарады. Ол келесі ойынға да қатыса алмайды ма қызыл қағазбен қалай? Қызыл қағаз неше ойынға шектеу қояды қызыл қағаз? Смотря қалай қызыл қағаз алады. Егерде дөрекі ойнап, ол төрешіге байланысты. Төреші өзі қарайды. Ол қалай бұзды. Әдейі бұзса, уже 3 ойыннан 4 ойынға, 3 ойыннан жоғары қарай жібереді. Әдейі емес бұзып атса, онда 1 ойынға, 2 ойынға жіберу мүмкін. Егерде 2 сары қағаз алып, одан кейін қызыл қағаз берсе, уже ол кезде 1 ойынға. Ол 1 ойынға ғана шектеледі. Бұл спорт түрінің жалпы киім үлгісі жайлы айта өтсеңіз, киім үлгісіне тоқталайықшы. Киім үлгісіне тоқталып келетін болсақ, бұл спорт түрінде біздің негізі Қызылордамызда Қайсарымыз бұл спорт түрінде Adidas марка киім үлгісін киеді. Сосын игровой формамыз, негізгі игровой формамыз біздің қызыл түсті, ал қосалқы игровой формамыз ақ түсті болып келеді. Ол да ойын алаңында мысалға үйде қабылдап жатсақ, немесе қонақта қабылдап жатсақ, ол өзгеріп тұрады ғой. Әрине. Сәйкесінше. Бұл футбол алаңына арналған, газонға арналған арнайы бутсылар да тағы бар. Иә. Енді бұл спорт түрін үйренуді бастасақ, ең бірінші неден бастаймыз? Ең алғашқы рет біз допты кедергісіз өзіміздің допты қай аяқпен тебеміз, сол аяқпен допты алып жүріп үйренеміз. Біріншісі. Екіншісін кедергілерден арасынан өту керек. Үйренеміз. Үшіншісі уже кедергінің арасынан направление тез-тез өзгертіп, бағытын өзгертіп отырып, бірақ жылдамдықты асыру керек. Жақсы, сіз бір көрсетіп жіберсеңіз, мен соны қайталасам. Бірінші аяғымыздың ортаңғы жағымен осылайынан аяқтың ұшымен алып жүру керек қой. Мен енді оң аяқпен тебем. Оң аяғымызбен осы тұсымен. Демек бүйтіп көтеріп алып жүру керек қой. Каждый шаққа істеу керек, сол кезде эффект көбірек болады. Ал көрейік бай. Көбірек болады. Аха, жақсы. Жақсы. Аха. Бұл кедергісіз тек қана бір бағытқа барып қайтып келетін алып жүру ғой. Ендігі кезек кедергімен ба? Енді кезек кедергімен. Кедергілермен тезірек
Қайтар жолда өту керек па? Әрине. Бұл жаттығулардың барлығы ойын барысында керек болады ғой? Әрине керек. Алдағы уақытта. Енді үшіншісі кетегілердің арасынан бақты тезірек өзгертумен. Деп қайтамыз. Ал енді мен де байқап көрейін. Әрине. Тезірек тағы да. Өте жақсы. Бұл жерде енді жылдамдықты қосу керек қой. Иә. Бұдан бөлек енді жалпы бұл допты алып жүруі бар, допты тебу деген де бар ғой. Әрине. Допты дұрыс бағытқа теппесең, ол нәтиже гол болып есептелмейді. Иә. Ең бірінші допты тепкен кезде. Ең бірінші алғы бізге бала кейін кезде біз оны мынау аяғымыздың ішкі жағымен үйретеміз. Яғни пас беру. Пас беру үйретеміз біріншісі, иә. Оны да бір қарап көрсек болады шығар қазір? Әрине болады. Ішкі бетімен тебу керек қой? Ішкі бетімен. Аяғыңызды доптың қасына қою керек қой? Доптың қасына қойып. Да. Сосын сол аяқпен де байқап көруге болады, иә? Әрине, сол аяқпен де көреміз. Аяғымыздың ішкі жағымен алып, ішкі жағымен беруді үйрену керек па? Үйрену керек, иә. Ішкі жағымен тосып алу керек, ішкі жағымен қайтадан беру керек. Бұдан бөлек пас беріп үйренгеннен кейін воротаға ұрып үйретеміз. Допты қақпаға бағыттау керек. Қақпаға үйретеміз. Оны аяғымыздың мына бір тұсымен үйретеміз тебуге. Үстіңгі тұсымен тебуге үйретеміз. Бұл жалпы ойыншының оң аяқпен немесе сол аяқпен тебуінің қаншалықты маңыздылығы бар? Екі аяқпен де тепсе өте жақсы болады. Көбінесе бізге оң аяқпен тебетіндер көп келеді бізге. Негізі оң жақпен көп тебетін, қолданатын футболшылар көп, иә? Көп, бірақ сол жақпен тебетін балдар өте икемді болып келеді, сосын ударларда мығым болып келеді. Ал ойын барысында екі аяқты да бірдей алып жүретін ойыншылар, олар мықты деп есептеуге болады. Әрине, олар да әрине. Біз теуіп үйренсек? Топқа воротаға тебетін алдын, орнымыздан емес, топты сәл алға итеріп, былай теуіп үйренеміз. Мен де бұл әдіс тәсілді қайталап көрейін. Мен енді оң жақпен тебетін болғаннан кейін оңға қарай итеріп көреміз ғой. Топты орында емес, алға сәл итеріп барып тебіңіз. Сол орыннан қозғалып тебеміз ғой? Қозғалып тебіңіз, да. И жақсы. Сіз жаңа топты тептіңіз, сіз астына алып жердіңіз. Оны астынан емес, ортасынан алу керек. Кәмін сізге тағы да бір рет көрсетейін. Астынан тепсең жоғарға қарай кетеді ғой. Біз воротаға тигізуіміз үшін ортасынан аламыз. Сәл итереміз и воротаға. Кәмін көріңіз тағы бір рет. Топты итереміз и жақсы. Оның барлығы осы жаттығу барысында шыңдалатын нәрсе дүниелер ғой. Енді бұл спорт түріндегі қақпашының рөліне тоқталып өтейікші. Бұл қақпашы жалпы маңызды рөл атқаратын ойыншы ғой. Әрине, ол айтады ғой. Қақпашы жарты команда дейді ғой. Қақпашыны біз қалай таңдаймыз? Кішкентай бала келгеннен өзі қараймыз ғой киіміне.
кейбір ойыншылар қақпашыны қақпашы сүйіп болып, келеді иә. дейсіз ғой. сол ол қақпашымен өзі бізде тренер поворотрям дейтін бар. Олар қақпашымен өздері бөлек жұмыс істейді. Сіздер ойыншыларға Біз жұмыс жасайсыздар, жұмыс істейміз, олар қақпашылармен қақпашымен бөлек жаттықтырушылар айналысады ғой. Бөлек жаттықтырушылар айналысады. Енді біздің сіз жаттықтырып жатқан команданың ішінде қазіргі таңда көзге көрініп оқ бойы озық шығып, жақсы ойынын көрсетіп жүрген ойыншылар бар шығар? Бар, иә. Атап өтетін Біреу емес, ондай балдар менде көп. Атап өтетін болсам, Мұқатай Нұржан, Рибалкин, Владислав Рибалкин дейтін бар. Аман Дулат. Шабуылдаушылар ма бұл? Позициясына қарай бөлінеді. Позициясына біреу нападающий, біреу анықтаймыз позиция деймін. Позицияны ма? Ол мен возрастымда ол кішкентай кезде уже бала өзі білінеді. Қай аяқпен доп тебеді. Мысалы, сол аяқпен доп тебетін болса, оны сол жаққа қоюға тырысамыз. Жақсы жүгіретін болса, алға қоюға тырысамыз. Сосын кейбір балдар болады, допты жақсы алып қоя біледі. Осында қасиеттері болады өзінің. Соны уже защитаға қоя бастаймыз. Оның барлығы жаттығу барысында шынылатын нәрсе. Бірақ ауысып та ойната бересіздер ғой, әрине. Қабілеттерін байқау үшін. Ауысып та ойната береміз. Енді жалпы шабуылдаушылардың да кейде жаңағы гол соғатын моменттерінде қателесіп жататын тұстар болады. Кейде дәл тигізіп гол салып команда алға тартатын жақтары да болады. Негізі шабуылдаушыларға да мықты ойыншыларды қоясыздар. Әрине. Шабуылдаушыларға біз көбінесе жақсы жүгіретін, осын жақсы алдайтын балдарды қоюға тырысамыз. Қымбатты телекөрермен, біз хабарымызды аяқтаймыз. Бүгінгі хабарымыз футбол спортына арналды. Фазылбек мырза, бүгінгі хабарымызда футбол спорты жайлы ақпарат бергеніңізге көптен көп алғыс айтамыз. Алдағы уақытта дайындап жатқан спортшыларыңыз биік белестерді бағындыра берсін деп тілейміз. Рахмет. Футболмен айналсам деген жасөспірім балдарға әрдайым біздің есігіміз ашық. Сіздерге көп-көп рахмет. Осындай келіп біздің балдарымызды, біздің тренировкаларымызды келіп түсіріп отқаныңызға көп-көп рахмет.